Баршаға сәлем достар, сіздермен тағы спорт жаңалықтары. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Геннадий Головкин көптен армандаған Головкиннің келесі қарсыласы аталды. Жеңілмеген бразилиялық Эскива Фалкао мен айқас қазақстандық Геннадий Головкин үшін ең қолжетімді және дұрыс таңдау. Тілшісі берген сұхбатында есепін арнасының латын америкалық тілшісі Фернандо Барбоза осындай пікір білдірді. Головкин Канеломен жекпе-жекте мол табыс көрді. Бұл өте тиімді айқас болды. Өйткені ол орта салмақтағы титулдарында сақтап қалды. Кейінгі кезде Геннадий Головкин мықты бокстардан көбі айқасқа шақырды. Бірақ нақты ұсыныс болғаны жоқ. Ал енді IBF шартына уақыты аяқталуға тайды. Сондықтан ең дұрыс титулды қорғау Фалкао Қазақстанды жұдырықтасуға дайын. Головкин осындайды ұйымдастыруды көптен армандаған сияқты еді ғой, дейді Барбоза. Сенсация жасаған экс-чемпион Головкинді айқасқа шақырды. Жартылай орта салмақта әлемнің бұрынғы чемпионы британиялық Лиам Смит қазақстандық Геннадий Головкинді жекпе-жекке шақырды деп хабарлайды. Менің ойымша Геннадий Головкинмен жекпе-жекке шығуға болады, деді Крис Юбенктің. Нокаутқа түсіріп сенсация жасаған Смит Skin Sport арнасы берген сұхбатында. Головкиннен басқа Смит жартылай орта салмақтағы экс-чемпион Келл Брукпен де айқасқысы келеді екен. Еске салайық, Головкин орта салмақтағы WBI Super, IBF және IBO чемпионы, ал Смит жеңілген Юбенк бірінші рет Головкинді айқасқа шақырған. Алайда енді оған Геннадий Головкинмен жекпе-жекті үміттаған жөн. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.